Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Асыл каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі уақытта хит болып жатқан испанский чизкейктің рецептін ұсынамын. Жасап көріңіз, сіз міндетті түрде ғашық боласыз. Чизкейктің беті осылай күйіңкіреп пісуі керек, ал іші ылғалды болады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал бисмилла деп бастайық. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы қажет. Бізге керек сүзбелі ірімшік, сливки, қант, жұмыртқа және лимонның соғы қажет болады. Алдымен сүзбелі ірімшігімізді алып, оған қантымызды салып, жақсылап 1-2 минут миксерлеп аламыз. Одан соң крахмалды қосамыз. Крахмалды негізінде ұнмен алмастыруға болады, бірақ дәмі сәл өзгеше болады. Сіздерге кеңесім крахмалды пайдаланғандарыңыз жақсы. Одан соң лимонның согын қосамыз, 2 ас қасық. Және осы 4 жұмыртқаны мен осылай жарып алдым да, шанышқымен 1 келкі масса болғанша араластырып алдым. Сөйтіп жаңағы творожный сырымызға қосып миксерлейміз. 2-ге бөліп қосыңыздар, сол кезде араласқанына жақсы болады. Достар, осы видеоларымды басқа да әлеуметтік желілерде таныстарыңызға, достарыңызға жіберіңіздер. Олар да осы чизкейкті жасап көрсін. Және клейгейімізді осылай аз мөлшерде миксерді араластыра отырып құямыз. Бәрін бірден құйып жіберсеңіздер, біздің чизкейкіміз көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан осылай 4-5-ге бөліп құйғандарыңыз жөн. Одан кейін дайын болған массаны формамызға орналастырамыз. Менде 20 диаметрлік форма, қаласаңыздар 18-ге де істеулеріңізге болады. Осылай пергаменті шығып тұрғаны дұрыс, шығып тұру тиіс. Себебі чизкейк көтерілген кезде формамыздан шығып ағып кетуі мүмкін. Сонан соң осылай ұрғылаймыз столға, тегіс болуы үшін беті. 5-6 рет ұрыңыздар, чизкейктің беті сол кезде тегіс болып шығады. Содан соң 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Міне осылай пісіп шығады. Мен толықтай суыттым. 3-4 сағат бөлме температурасында суытуларыңыз қажет. Содан кейін кемінде 2 сағат холодильникке салып қойыңыздар. Толықтай суығаннан кейін ғана кессеңіздер болады. Достар, дәмі енді өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Қош сау болыңыздар.